қазақ халқының 60%-ға жуығы кезінде президент тең жарымнан астамы, 50%-дан астамы деп айтқан. 60%-ға жуығы керек десеңіз одан да көбейіп кетуі мүмкін. Өз ана тілінде оқи алмайды, жаза алмайды. Рухани мүгедекке айналған. Қазір кез келген мекемеге барайық. Осы айтыңыздар, осы жерде пәлендегі мекеме бар, қазақтың жігіттері көп істейтін мекеме болсын. Соған барайық. Егер сол мекеменен өз ана тілінде жазалатын 10 адам тауып берсеңіздер, мен сіздердің беттеріңізден сүйейін. Осында үлкен жиналыста, ұлан-ғайыр жиналыстың өзінде қазақ тілінде айналайын алтында екі қарындасым ғана сөйледі, жаңағы кеденнен келген бір азамат. Басқа бірде-бір қазақ жігіті сөйлей алмады бұл тілде. Сонда біз өзімізді өзіміз сыйламасақ, өзіміздің тілімізді өзіміз сыйламасақ, ол тіл кімге керек? Басқалар соны қажет қыла ма? Осыны ойладық па? Намыс қайда? Тәуелсіздік алғалы 30 жылға жуықтаса да қазақ тілінің қадірі артпай отыр. Тәуелсіздік алғалы бері қоғамдық қызу талқылаудың тақырыбына арналған басты мәселенің бірі тіл мәртебесі. Шынымен, тәуелсіздігімізді алғаннан бері 30 жыл бойы ана тіліміз үшін күрес тоқтамай жатыр. Көптеген мақалалар жазылып, видеолар түсірілді. Қазақ тілінің мәртебесі әр түрлі мінберде көтеріліп, неше түрлі ұсыныстар айтылған болатын. Кезінде Алаш зиялылары, Шерхан Мұртаза, Мұхтар Шаханов сынды ағаларымыз бастаған жұмыс әлі де аяқталмай келеді. Бүгінгі күні Руза Бисимбайтегі, Оғыз Доған, Дос Көшім, Қуат Ахмет және басқа бірқатар тұлғалар қоғамдық орындарда, мемлекеттік органдарда қызмет көрсету, мемлекеттік тілде болуын талап етіп, мәселені көтеріп жүр. Абзал Құспан мен Оғыз Доған Казкоммерцбанк пен Эйр Астана мекемелерімен соттасқандары әлі есімізде. Бұған дейін қазақша сөйлемегені үшін Эйр Астана әуе компаниясы мамандарымен соттасып, жеңіске жеткен түрік тілшісі енді банкты сотқа беремін деп отыр. Сонда құқық қорғаушы Абзал Мырза мемлекеттік тілімізді заң негізінде қорғауға мүмкіндік бар екеніне үміт сыйлады. Қазақтың бөркіні аспанға ұшып қуаныштың шегі болмады. Содан соң Руза апамыз Кереку өңірінде ана тіліміздің қоғамдық орындарда, сауда үйлерінде, қоғамдық транспортта қызмет көрсету қазақ тілінде көрсетілсін деген талаппен әлі де аралап жүр. Ол әрдайым қалалық және облыстық әкімшілікке қажеттілікпен барып, мемлекеттік қызметкерлер қазақ тілінде қызмет көрсетсін деген талаппен аралап жүр. Дегенмен осы орайда абсурдты жағдайда болғаны есімізден ешқашан кетпес. Руза апамыз былтыр қараша айында Павлодардың әкімімен кездесуге қазақ тілі аясындағы біраз мәселелер бойынша талқылаймын деген үмітпен барған еді. Металл қарауыштан өткізу керек, әйтеуір өткізбейді. Амында бос өте береді әкімшіліктің қызметкерлері. Вот осындай масқара бізде болып жатыр. Ысқақов бастаған өңірде Ысқақовтың отыратын әкімшілік ғимараты. Бірақ оны қабылдаған әкім аппаратын сол кездегі басшысы Қайыржан Оңғаров әңгімені ұзаққа апармай, қоғамдық белсендіге жындыханадан дәрігерді шақырған еді. Нәтижесінде осы қылығы үшін жұмыстан босатылды. Ал Руза апайдың айтпағы ойы, Керекуде орыс тіліндегі мектептер саны қазақ тіліндегі білім ордаларына қарағанда басым екені. Сонымен қатар медициналық колледжде қазақ тілді топты ашу керек деген ұсыныстарды жеткіземін деп барған екен. Ақырында облыс әкімі Әбілқайыр Ысқақов өзінің әріптесі үшін ақталуға тырысып, тіл жанашырының барлық айтқан уәждерін жазып алдық та шешім қабылдауға тырысамыз деп уәде бергендей болды. Руза Бисимбайтегі бейбіт жиын өткіземін деген арыз қалдырған болатын. Әкім болса, ақталу үшін бе әйтеуір рұқсатында берген еді. Егер биыл осыған ұқсас арыз жазылып, оған рұқсат етілмесе, демек бұл сол кездегі ақталудың бір амалы болды деп түсінеміз. Сонымен қатар тіл майданы қоғамдық қозғалысының белсенділігін де атап өткен жөн. Оның көшбасшысы Қуат Ахметов YouTube'да арнайы арна ашып, өзінің және жақтастарының нақты әрекеттерін көрсетіп жүр. Олар
бір тіл, бір мемлекет атты ұранмен бірнеше қалаларда митингтерінде бастамшылары болған. Тіпті наразылық шарасы Нью-Йорк қаласында да өткен. Енді жуырда парламент мәжілісінің депутаттарының ант беру рәсімі көзге түрткі болды. Қызмет етуге Қазақстан Республикасының тұтыстығы мен тәуелсіздігін атқаруға ант беремін. Қайтадан айтып беріңіз, асықпайын. Депутаттың өзіне маған атқарған мәртебелі. Біраз депутаттар сасқалақтап, дайын тұрған ант мәтінін оқи алмаған болса, басқа бөлігі мемлекеттік тілді қандай деңгейде меңгергенін көрсетті. Ол аз болғандай, министрлік кабинетінің құрамында қазақ тілін білмейтін шенеуніктер бар екен. Сонда жоғары шенді мемлекеттік қызметкерлер қазақ тілін жетік білмесе, онда қалай халықтың жағдайын жасайтын дұрыс заң қабылдамақ? Заң демекші біраз уақыт бойы тіл жанашырлары мен қарапайым халық ата заңымыздан орыс тілінің ресми статусын жойып, тіл туралы заңды біраз өзгерту керек деп айтып жүргендері жөн. Бірақ әрдайым парламент мінберінде осы мәселені көтеретін адам болмайтұғын. Енді міне, Қазыбек Иса ағамыз депутаттыққа ілініп, қазақтың бар үміті соның қолында секілді көрінеді. Ағамыз сөзінде тұрып, осы тақырыптың төңірегінде депутаттық сауал да жолдап үлгерді. Қоғамда мемлекеттік тілдің барлық салаларда қолданылуын талап етуде уақытта келді. Қазір халқымыз 19 миллионға, қазақ ұлты 78%-ға жетіп қалды. Ал сол халыққа қызмет көрсететін мамандардың мемлекеттік тілді білмеуі азаматтардың қызмет алу құқығын аяқ етуде. Тәуелсіз қазақ елін аңсап келген миллионнан астам қандастарымыз бен ауылдық миллиондаған қара көздеріміз жапа шегумен келеді. Қалай дегенмен осы бағытта игі өзгерістер болады ма? Қазыбек Иса қазақ елі аңсап жүрген күнге жеткізуге қауқары жетеді ме? Уақыт еншісінде көре жатармыз. Ең басы тағы да 30 жыл жүріп алмасақ болғаны. Айтпақшы, ақпан айының басында ғана белгілі дәрігер, ұлтжанды азамат Ғабит Нұрханұлы өзекті тақырыптың ашысынан дәм татып, жұмыстан қуылды. Осы жағдайды естімеген халықта неге деген сұрақ туындайтын шығар. Біз жауап беріп, естеріңізге салайық. Ол елордадағы көп бейінді медициналық орталығында анестезиолог реаниматолог қызметінде болған еді. Ғабит бауырымыздың сөзінше, оған басшылық тарапынан қоқан-лоққы көрсетіліп жұмыстан қуылды. Есеп-қисапты қазақша бергендіктен орталық директорының инфекциялық аурулар бойынша орынбасары Татьяна Цычоевамен сөзге келген. Ақыр соңы ротация жасаймыз деген сылтауды алға тартып, графиктерге мүлде қоспағаны белгілі болған. Мәселені ушыққанын байқаған құқық қорғау органы қызметкерлері хабарласып, мәселені шу шығармай, шешіп беретіндерін айтып, жазбаны өшіруді сұрады. Артынша Татьяна Цычоеваның туысы делінген әріптесі Виталий Калина қоңырау шалып, шулатуды тоқтатпаған жағдайда әңгіме басқаша болады деп қоқан-лоққы көрсеткен. Ротация деген сылтаумен ұнамаған адамын шығарып, орнына адам алады. Қайта қызыл аймақта жүрген адамды иммунитет қалыптасады. Егер жаңа адам алып келсе, ол ауырып қалуы мүмкін. Қыркүйек айынан бізде бірде-бір медицина қызметкері арасында ауру тіркелмеді. Бәрі істеп жүрген ескі бригада. Менің жұмысымды бастағаныма 5 ай болды. Ең соңғы келгендерінің бірімін. Көбіне істеп жүргендерге 7-8 ай болған. Жұмыс орнындағы басшылықтың өз туысқандарын жұмысқа орналастырғанына, жұмысқа қабылдау барысында тіл, дін, ұлт секілді ерекшеліктерге назар аударғанына, әділетсіздікпен күресуден шаршағанын ашық айтқан Ғабит барлығына қолын бір сілтеп, шетелге көшіп кеткісі келетінін жасырмады. Қамшы сайтының тілшісімен байланыс орнатқан маманның дауысынан толқулар ашық сезілген. Олар мафия ғой, бірақ осыған бола өлтіріп тастамайтын шығар, деп тұтқаны қойға асқан екен Ғабит Нұрханұлы. Біз де байланыс орнатып көрдік, бірақ өкінішке орай жауап болмады. Ал бұл жігіттің жайын еске сала кетейін. Пандемия шарықтаған кезде індет жөнінде қазақ тілінде біраз игі ақпаратты жеткізіп отырған. Денсаулық сақтау саласындағы былықтың бетін ашып, биліктің жіберген қателіктерінде көрсетті. Сонда біраз бақ өкілдері Ғабитпен сұхбаттасып, журналистер қажетті ақпараттарына қол жеткізген болатын. Соның ішінде мемлекеттік арна 24 KZ болатын. Бірақ қазір біздің батырымыз көмекке зәру болған кезде неге үкіметтік арна үндемей қалды? Меніңше қазір Ғабитқа көрсетіліп жатқан қысымнан сақтап, жұмыссыз жағынан сұрақ реттелуі керек. Себебі осы жағдайда білікті маманымызды қорғай алмай
кезекті азамат амалсыздан шетелге көшсе, онда еліміз тағы да бір білікті маманынан айырылады. Айтпақшы, былтырғы жылы ғана 7000-нан астам отандасымыз қоныс аударған. Осы орайда мемлекеттік құзырлы органдарға да үндеуім болсын. Аурухана басшылығына қатысты тексеріс өткізіп, жауапкершілікке тарту керек. Ал Ғабит жұмыспен қамтылып, өз отанына және халқына адал қызмет етуіне кедергі келтірілмеуі керек. Ғабит ана тіліміздің мәртебесі қандай деңгейде екенін тағы да бір рет дәлелдегендей болды. Осыдан билік пен басқа адамдар сабақ аларына үміттімін. Каналымызға жазуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, пікір білдіріңіздер.